Қарынбайдың малы. Мұсаның заманында Қарынбай деген бай болыпты. Малы қисапсыз болса да өзі сараң екен. Таңертең атына мінсе 4 түлігін ақшамда әрең аралап бітеді екен. Малын асынып Құдайдан бұдан да көп мал бер деп тілейді. Тілеуі қабыл болып, малы көбейеді. Ол малын айлап санайды. Байыған сайын сараңдана береді. Бір күні байға Мұса пайғамбар келеді. Қарынбай оған тышқақ лағын қимай мысық сойып әкеледі. Табақты алдына тартқанда Мұса дұға қайырады. Тамағы сол сәтте бақа-шаянға айналады. Мұса арамас бақа-шаянға айналып, о дүниеде өзіңді шағады. Су берсеңде шынайы ниетпен адалдап бер, деді. Қарынбай үндемеді. Мұса, Алла жолына зекет бер, сол үшін келдім, деді. Қарынбай, артық малым жоқ, деді. Сол кезде жер жарылып, Қарынбайды тізеге дейін жұтады. Мұса, зекет бер, зекет кедей-кепшіктің сендегі несібесі, деді. Қарынбай, жарлыны жарылқайтын жағдайым жоқ, артық малдарың болса маған қарасыңдар, деді. Жер байды беліне дейін жұтты. Мұса, Алла бай адамға арыздық бергенде төңірегіндегі ел жұрттың несібесін қоса береді. Зекет бер, деді. Қарынбай, Алла маған ештеме берген жоқ. Байлықты өз күшіммен жинадым, деді. Жер байды кеудесіне дейін жұтты. Мұса, ей Қарынбай, саған жан қымбат па, мал қымбат па? Садақа басамандығы, деді. Қарынбай, мал қымбат, жаным садақа, деді айқайлап. Жер Қарынбайды жұтып қойды. Оның қисапсыз малы тағыланып жабайы аңдарға айналып кетті. Жылқысы құлан мен бұланға, ешкісі тау ешкі мен бұғыға, қойы арқар мен киікке, қозылақтары қоянға, иті қасқыр мен түлкіге айналды. Мұса, жабайы аңдар Қарынбайдың қисапсыз малы, қара халықтың несібесі. Кім атып алып жесе, оның сұрауы жоқ, депті.